Енді мына жасаған схемамызды, дизайнымызды сақтайық. Сақтаудың екі түрі бар. Сақтаудың екі түрі. Жоғарыда мысалы көріп тұрғаныңыздай, мына менюнің ішінде біз файлды басамыз. Файлды басқаннан кейін сохранить как-то басамыз. И welcome деп жазамыз, мысалы, атын міндетті түрде. И сохранить дейміз. Мен мына жерде уже бір рет сақтағам. Енді тексеріп көрейік. Мынау программа ашылатын форматта сақтаймыз. Открыть дизайн. Міне. Мұқият болыңыздар, мына жерде иконкасы welcome'ның иконкасы сияқты. Картинкасы. Мінеки welcome. Егер де біз осыны ашатын болсақ, мінеки осы дизайн ашылды. Бұл арнайы программа ашатын форматта. Енді машинка оқитын форматта сақтаймыз. Бұл басқаша. Экспорт машинного файла деген таңдаймыз. Осыдан кейін атын жазамыз. Барынша негізі латынша жазған дұрыс. Неге? Өйткені мысалы біздің машинка тек қана латынша әріптерді көреді. Сосын мына жерде тип файла дегенді басқан кезде, мына жерде әртүрлі таджима дейді, жаном дейді, бфаф дейді. Сіздер өздеріңіздің машинкаларыңызды басасыздар да, солай сақтайсыздар. Біздікі Эльна болса да, таджима DST-ні оқиды. Сондықтан мен таджима DST-ні таңдаймын и сохранить деймін. Енді қазір тексеріп көрейік. Мой компьютер. Загрузки. Мінеки біз сақтаған формат. Мінеки. Welcome. Латынша. Мына формат программаға арналған. Бұл формат DST файл. Бұл машинкаға арналған формат. Енді осы файлды флешкаға жүктейсіздер и флешканы вышивальный машинаға саласыздар да сол схеманы вышивкасын жасайсыздар. Сіздермен болған заманмен кестелеу курсы.